Баршаңызға сәлем. Бүгін итальяна салатын дайындаймыз. Бұл салат өте пайдалы және де Италияда кеңінен тараған. Міндетті түрде жасап көріңіз. Мен жасалу жолының 2 нұсқасын ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болып, видеомны толығымен қарауды ұсынамын. Керек заттар: авокадо, черри қызанағы, брынза сыры, руккола, зәйтүн майы және де песто соусы. Менде осы соусты қолдандым, немесе бұл соусты үй жағдайында жасауға болады, бірақ та мен осылай сатып алғанды жөн көремін. Песто соусын осындай кондитерлік қапқа салып өзіме ыңғайлап алдым. Сіздер жай қасықтың көмегімен де қолдансаңыздар болады. Енді авокадомызды дәл видеодағыдай тазалап, осылай кесіп тарелкамызға жайғастырып шығамыз. Салаттың жасалу жолының бірінші нұсқасын көрсетіп жатырмын. Рукколамызды дәл видеодағыдай зәйтүн майын құйып, қолымызбен мыжғылап аламыз. Сол кезде аздап су шығады. Осылай тарелкамызға жайғастырамыз. Ендігі кезекте черри қызанақтарын дәл 2 қаққа бөліп, осылай жайғастырамыз. Енді авокадоның жарты бөлігін дәл видеодағыдай үстінен тағы да бір жүргізіп өтеміз. Енді брынза сырын өзіңіз қалағандай пішінде кесіп, осылай әрлеулеріңізге болады. Енді бұл салаттың фишкасы песто соусын осылай бүкіл салатымызға жайғастырып, үстінен сеуіп шығамыз. Және де ең жоғарғы жағына өзіңізге ұнайтын жаңғақты сепсеңіз болады. Енді дәл видеодағыдай брынза сырымызды кері жағына ауыстырып қоямыз. Салатымыздың үстіңгі жағына мен асқабақтың дәнін септім. Сіздер кедровый орешки немесе де басқа да жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Осымен салатымыз дайын. Бұл салаттың жасалу жолының бірінші нұсқасы. Ал екінші нұсқасына келетін болсақ, осы барлық заттарды барлығын бір ыдыста араластырып, тарелкаға салып, қонақтарыңызға ұсынасыздар дәл видеодағыдай. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.